Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге тағы да Hero. Бүгін әдеттегі турнирларымызды сәл ысырып тұрып, яғни бүгін басқа рубрика ойнаймыз, яғни тығыл немесе өл деген. Так, кім басқаша ат қойсақ та болатын сияқты, ізде немесе тап деген сияқты болса да болады. Так, жаңағы қызыл формадағы Хамза немесе қара кесек деген жігітті өлтіру керек бұл жерде. Яғни бұл рубрикамызда 300 алмазға ойнайтын боламыз. Кім Хамзаны тауып өлтірсе, яғни 300 алмаз алатын болады. Хамза болса қашып жүреді, тығылып жүреді, рисовать етіп жүреді. Қысқасы Хамзаны кім өлтіреді, 300 алмаз алады. Так, Хамза бір нишка тауып алып тығылып отырды. Мен көп жерлерін кесіп өткізіп тастадым. Мен қасымда Жасылам бар. Жасылам, сәлем айтып қой. Сәлем достар. Так, ендігі Хамзаның әрекеті тығылып, адамдарды азайтып, өлдіріп, кім Хамзаны іздеу керек, табу керек, өлтіру керек. Қысқасы, Хамза бір рет көріп қалды. Так, кішкене атып қойды. Так, көрейік. Бұл қайдан атып отқан білмей жатқан сияқты. Так, көріп отырсың ба Жасылан? Қай жерден атқан білмей жатыр. Так, опа. Әр жерге стенка ойып жатыр. Қызық ойнап тұр мына жерде. Прикол ұстап жатыр ғой Хамза. 300 алмазды осы жігіт алып кетуі мүмкін, егер тауып алса. Жақындап отыр, артында луттың арқасында деп ойлап тұрған секілді. Так, граниктерді аямай атып жатыр. Бақ пистолеттермен граниктерді атып тауып алса ойы бар, бірақ Хамзаны көрмей жатыр. Қызық қой мынау. Өте қызық болып отыр мына жерде. Так, сіздер де біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарияға жазып қойсаңыздар, прокачка алмаңыздар, ұтып аласыздар. Бізде бәрі шынайы, тиктокта каналымыз бар. Так, мына жігіт вообще көрмеді, таба алмады, қысқасы. Хамза бұл жерде тұр деп ойлаған жоқ. Так, сіздерге кішкене өлең қойып берейін. Тамашалап отырып көресіздер. Кайфовать хочу, кайфовать. Едем по делам, по рукам, мы друзьями пополам, по ресторанам, по ночам. Кайф от души, кайфовать хочу, кайфовать. Рядом друзья близкие, мы пьем водка и виски, так настроение по-русски. Кайф от души, кайфовать хочу, кайфовать. Кайфовать хочу, кайфовать. Кайфовать хочу, кайфовать. Қайдасың айда, жердегінде айда, қандай мекен жайда, түсінбейді. Қайдасың айда, жердеген шарайда, табамың алайда, түсінбейді. Қайдасың айда, жердегінде айда, қандай мекен жайда, түсінбейді. Қайдасың айда, жердеген шарайда, табамың алайда. Сонымен бұл жігіт таппады бізді. Так, бұл жігіт таппады, табылмады да. Сонымен алмазды бәрібір осы жігіт тұтқан болатын. Так, ол іздеді, қайдасың деді, қай жақтан деді. Қысқасы таба алмай, ары жүрді, бері жүрді, стенка қойды, еш түсінбеді. Зона қысты, өкінішке орай зона үшеді болғанда тамаша болатын еді, өкінішке орай болмады. Ол жігіт шарлады, шар тараптың бәрін табылмады. Басқалар бірін өлтіріп жатқан кезде 9 адам қалған екен. Так, ол жігіт зонамен бірге қатарласып кетті ары қаратай. Қолына 2 коряк алып алған. Так, зонаны көріп тұрсыздар, ақырғы зоналардың бірі. Так, ол Хамза бір-екі рет атты. Мен 500 қойып тастаған ем, бекер істеген екенмін. Негізі қызық болсын деп 500 қойған болатын. Бұл түннің жарымында түсірдік бұл видеоны. Так, осымен Хамзаға 1-2 оқ атып үлгірді ол. Амалдың жоғына Хамза нишкадан шығуға мәжбүр. Соны болғанда тамаша болатын еді. Ол жігіт іздеу керек еді, кіру керек еді, қорқып кірмеді.
негізі міне көріпсіздер, 2 рет атып үлгерді. Хамза соны жеп жатыр. Скайлер алмаған, Стенка бесконечный, бірақ өкінішке орай Хамзаның жағдайы мәз болмай осыменен жалп етіп құлап өліп қалды. Көріпсізді 2 оқ атып қалды ақырында, бірақ ол өлтірген жоқ. Тағы да осындай рубрикалар болсын десеңіздер, лайк басып, комментарияға жазып кетсеңіздер, әдемілеп тұрып подписка жасаңыздар. Сау болыңыздар.